тіршілік иесін аренаға апарды, онда ондаған адам айқайлап, қазір не болатынына бәс тігеді. Тіршілік иесін рингке шығарып жатқанда, оны жұмбақ адам қарсы алады. Ол оның бетінен сипап, төбелесті бастайды. Онда питбул жұбы нысанаға шабуыл жасайды. Осы жерден алыс жерде бір топ қылмыскерлер қалалық банкті тонап кеткен соң көлігімен қашып кетеді. Кенеттен жүргізуші Эдди есінен танып қалады. Нәтижесінде топ қабырғаға жеңіл соғылып, мазасызданған Стейси досын оятуға тырысады. Бірақ ол ешқандай әрекетке, оның қоңырауларына жауап бермейді. Ол жерден кету керек екенін түсінген Уокер сыбайластарымен бірге көліктен түсіп, олар қараусыз қалған қоймаға тап болғанда, олар сол жерде жасырынуды шешеді. Бұл жағдайдан қалай шығуға болатынын талқылап жатқанда, үштік құрылымның бір бөлігі қираған қойма арқылы өтеді. Осы кезде Стейсиге серіктестерінің бірі қоңырау шалады. Ол қараңғы түскенше оларды құтқару үшін көлік жібере алатынын айтады. Егер жағдай өзгермесе, көшедегі жағдай тынышталады. Мұны естіген Гейджі ашуланып, ер адамдарға шағымдана бастайды. Содан кейін Уокер жас жігіттің болған оқиғаға нағыз кінәлі екенін айтады. Өйткені ол болмағанда олар қашып құтыла алмас еді. Содан кейін Гейдждің заңсыз заттарды сатушы екені анықталды және қылмыстық әрекет кезінде ол жету жолын өзгертті. Жаңа тауарларды ұрлау. Дау-дамайдан құтылғысы келген Гейдж өзіне әсер ететін жанама әсерлерді жеңілдету үшін ұрланған заттан дәрі-дәрмектің бірін қабылдайды. Ал Уокер өзіне әсер ететін жанама әсерлерді жеңілдету үшін ұрланған заттан дәрі-дәрмектің бірін қабылдайды. Ал Уокер өзіне әсер ететін жанама әсерлерді жеңілдету үшін ұрланған заттан дәрі-дәрмектің бірін қабылдайды. Біраз уақыттан кейін Уокер мен Стейси қоймада кездеседі. Ал қарт оған демалыс маусымын пайдаланып, түнде үй жануарлары дүкеніне кіруге тырысқан күні туралы айтып береді. Өйткені ол мекеме менеджерінің ақшасы көп екенін білді. Сейфте көп ақша бар. Алайда Уокер сейфті тонауды шешкенде, ол ештеңе таппады. Соған қарамастан, ер адам қызының оған қамқорлық жасай алмайтынын біліп, үйіне құр қол қайтқысы келмеді. Итке дұрыс күтім жасай отырып, ол қызға тропикалық балықтары бар аквариум алуды ұйғарды. Мәселе мынада, Уокер арнайы аквариумды алып кетуге дайындалып жатқанда, ол өзімен бірге бір ғана жануарды алып жүрудің қажеті жоқ екенін түсініп, шешімін өзгертті. Ер адам үй жануарлары дүкеніне оралып, қызының аквариумына салу үшін ондаған басқа балықтарды ұрлап кеткен. Алайда, Уокер сыйлықты үйіндегі шыршаның астына қойғаннан кейін, ол ұйықтап қалды да, келесі күні қызының үрейлі айқайынан оянды. Содан кейін ол ұрлаған басқа балықтардың бәрі енді тірі емес екенін анықтады. Ал қарт адам бұл жануарлардың тұшы су балықтары екенін айтты. Ал арнайы балық резервуарында теңіз тұзды суы сақталған. Әңгіме соңында ерлі зайыптылар Гейдждің әлі оралмағанын түсінеді. Ал қарт адам серіктесінен басқа ақымақтық жасамау үшін жас жігітті іздеуге баруын сұрайды. Қойманың арғы жағында Гейдж жұмыс істеп тұрған кранды табуға тырысады, бірақ нәтиже болмады. Содан кейін ол шкафтарды зерттейді. Сол кезде ол дәрі-дәрмектің бір құтысын тауып алады да, көп ұзамай бөлмеде гүрілдеген дыбысты естиді. Абдырап қалған Гейдж дыбыс көзін іздеп, үй жайды аралап жүріп, сөмкесін еденге түсіріп алған жан түршігерлік көрініске тап болады. Дәл сол жерде, біраз уақыт бұрын, тіршілік иесі питбул жұбымен төбелескеннен кейін, оны бақылап тұрған жұмбақ адаммен қайта қауышты. Жануардың қандай күйде екенін түсінген ер адамның көңілі түсіп, көмекшілеріне одан құтылу үшін оны алып кетуді бұйырады. Бөлмеге апарады. Алайда, бөлмеден шығып бара жатып, ер адам жануардың қолын жарақаттап үлгергенін байқайды. Содан кейін шкафтан табылған құрылғының қылмыскерге тиесілі екені анықталды және ол зақымдалған қолын күтіп жатқанда, оны мутантты тіршілік иесі таңғалдырды. Қазіргі уақытта Стейси мен Уокер кабиналардың бірінің алдында тұрған Гейджді тауып алады. Ал олар жақындаған кезде қылмыскердің толығымен жойылған денесіне тап болады. Дененің дәл алдында қылмыскерлер үшін сынақ нысаны ретінде ұсталған өте бұлшықетті ит болып шыққан тіршілік иесі тұр. Олардың келесі болуына жол бермеу үшін Уокер сыбырлап үштікке баяу шегінуді бұйырады. Бірақ ит олардың артынан қуа бастайды. Бұл ұрылардың қашып кетуіне себеп болады. Олар қойманың кеңірек кеңістігіне жеткенде, үштік есік алдында баррикада жасайды. Сол кезде Гейдж өзінің дәрі-дәрмектерін киім ауыстыратын бөлмеде қалдырғанын түсінеді. Дүрбелеңге түскен жас жігіт заттарды алу үшін артқа қашуға тырысады. Бірақ Стейси бұған жол бермейді және жаңадан келген адамды жұдырығымен нокаутқа жібереді. Осыдан кейін қылмыс ардагерлері еденге отырып, біраз әңгімелесіп, жаңа ғана тапқан жануар туралы ойланады. Уокер Стейси әлі де иттерден гөрі мысықтарды жақсы көретінін сұрайды. Ер адам жоқ деп жауап береді. Өйткені біраз уақыт бұрын экзотикалық ингредиенттердің құнды партиясын ұрлауға дайындалып жатқанда, ол осы заттарды иіскеу үшін жануардың көмегіне мұқтаж болды. Қылмыскер өз жұмысын орындау үшін досының итін қарызға алған, бірақ тонау кезінде оны күзетшілердің бірі ұстап алған. Алайда, оны ұстай алмай жатып, күзетші қасында отырған Стейсидің итін кездестіріп, шарасыздықтан қашып кеткен. Сені тістеп алмас үшін. Сол күннен бастап, қылмыскер басқа жануарларға қарағанда иттерге көбірек таңдана бастады және өзінің бұрынғы итін алып кетуге шешім қабылдады. Ең жақсы үй жануарлары дүкенінің сыбайласы, кішкентай ит түрлі тәттілер мен нәзік күтімге ие болған қалада. Дәл осы сәтте құтқару көлігінің келуін күтіп тұрған ер адамдар Гейдждің жоғалып кеткенін байқап, шошып кетті. Жан жағына қараса, Уокер екінші қабаттың қабырғасынан тесік тауып алады.
Ал ерлі зайыптылар жас жігіттің сүт қорапшасын іздеп қашып кеткенін көреді. Дәрі-дәрмекті қабылдаңыз, өйткені жанама әсерлері күннен күнге нашарлап барады. Киім ауыстыратын бөлмедегі дәретханада Гейдж сөмкесінің еденде жатқанын тауып алады да, оны алып, шприцтердің бірін қолданатын биік жерге көтеріледі. Жанама әсерлерден жеңілдеп қалған жас жігіт оны бақылап тұрған ақ қоянға тап болып, әбден абдырап қалады. Сонымен бірге Уокер мен Стейси полиция көлігінің қоймаға қарай келе жатқанын көреді. Сол жерде офицерлердің бірі иісшіл итімен тергеу жүргізу үшін үй-жайға кіреді. Ер адам түсінбейтін нәрсе оны мутантты ит байқап үлгерген. Ол көлеңкеде жасырынып, оның соңынан ере бастайды. Осы кезде иісшіл ит үре бастайды. Ал полиция мұның жалған дабыл екенін түсінеді. Өйткені жануар қоянның иісін сезіп қана қойған. Содан кейін ер адам итті тыныштандырып, досын еркелете бастайды. Бұл көріністі көріп отырып, мутантты ит не болып жатқанын түсініп, оның бар екенін байқамай кетіп бара жатқан ерлі зайыптыларға шабуыл жасамауды ұйғарған сияқты. Полицияның оларды таба алмағанын түсінген Стейси жеңілдеп қалды. Ал бірнеше минуттан кейін Гейдж байластарын кіруге шақырып, есікті қаға бастады. Оны кіргізіңіз. Ашуланған ер адамдар есікті ашады. Бірақ жаңадан келген адамға кенеттен мутантты ит шабуыл жасайды. Ол оның қолының бір бөлігін бұзады. Үрейленіп, Стейси мен Уокер қашып кетеді. Ал қашып бара жатқанда қарт адам шұңқырға құлап, оны өлтіріп, жарақаттайды. Досына шабуыл жасалғалы жатқанын байқаған Стейси жаратылыстың назарын аудару үшін айқайлап, бүкіл жерді аралап жүгіреді. Ал досына шабуыл жасағалы жатқанда қарт адам шығу есігіне жетуге тырысады. Уокер қашып үлгерген бойда Стейси құбыжық иттің шабуылынан құтылу үшін биік құрылымдарды пайдаланады. Шабуылдап, қабырғадағы тесік арқылы екінші жағына өтіңіз. Алайда, олар Гейджге жарақатын жеңуге көмектесу үшін қайта қосылғаннан кейін ер адамдар иттің қабырғаға көтеріле алғанын байқайды және оларды қабырғадағы тесік арқылы бақылайды. Тез арада ерлі зайыптылар қорғаныс үшін жаңа жерге жүгіреді. Сонымен бірге жас жігітті мутантты жануарға жем болмас үшін сүйреп апарады. Осы қуғын сүргіннен кейін ашуланған ит өзінің алғашқы жекпе-жегін есіне алады. Оның иесі оны салмағы 20 келіден асатын ересек итпен жекпе-жекке шығарған кезде және ол әлі жас болса да, ол жекпе-жекте жеңіске жете алды. Олар жасырынған жаңа бөлмеде Стейси мен Гейдж бұрын болған жанжал үшін кешірім сұрайды. Көп ұзамай Уокер мен Стейси сол жерде болған оқиғаның іздерін тауып, қылмыскерлер жануарлар турнирінің қандай да бір түрін өткізіп жатқан сияқты екенін түсінеді. Сонымен қатар, ерлі зайыптылар бұл жекпе-жектердің қазіргі жеңімпазы Де Ниро деп аталатынын және тіпті барлық қарсыластарын жеңгеннен кейін де оның есімі турнир тізімінен жойылғанын біледі. Бұл үшін бұл жарыста нағыз жеңімпаз болмағанына сендіреді. Ал Гейдж қабырға суретін зерттеуге қызығушылықпен жақындайды. Әңгіме бастағысы келген Уокер жас жігіттің мысықтардан гөрі иттерді жақсы көретінін сұрайды және ол әрқашан иттерге көбірек байланғанын айтады. Иттер мысықтардан жақсы. Содан кейін Гейдж бала кезінде осы жануарларға арналған әйгілі мультфильмді көргенді ұнататынын, онда олар өздерін нағыз адамдар сияқты ұстайтынын, бірақ ұлының балалық шағынан ләззат алғанына шыдай алмайтын әкесі оны үнемі жазалайтынын айтады. Осыдан кейін жас жігіт 6 жасында жолда кішкентай жараланған итті тауып алып, оны арбамен басқа жерге апарып, сол жерден алып кеткенін айтты. Оған қамқор бол. Әкесі оған жануарды өз үйінде ұстауға рұқсат бермейтінін және питомниктер оны сойып тастайтынын білген жас Гейдж жаңа досын сол күні демалып жатқан әкесінің шеберханасына апаруға шешім қабылдады. Жас жігіт жараланған иттің қасында қалып, оны тыныштандыру үшін оған қамқорлық жасады. Күндер өте келе, Гейдж мектептен жаңа итіне тамақ әкелетін. Осылайша ол оны мезгіл-мезгіл тамақтандыратын. Нәтижесінде жануар қалпына келе бастайды. Мәселе мынада, мектеп демалысы келді. Бірнеше күннен кейін жас жігіт досына тамақ таба алмай қалды. Сондықтан Гейдж әкесі ұйықтап жатқанда үйден тамақ алуға шешім қабылдады. Бірақ оны мінез құлқы үшін жаза ретінде итін эвтанизациялаған адам оңай тауып алды. Әңгіменің соңында Гейдж әкесі туралы естеліктерден шошып, өз тобынан алыстап кетті. Олар жаңа ғана естігендерінің бәрінен үнсіз қалды. Кейінірек Стейсиге оның сыбайластарының бірі қоңырау шалып, топ оларды құтқару үшін тағы біраз күту керек екенін айтты. Олар сабырлы болуға тырысады. Және сол сәтте олар қандайда бір суреттің артында жасырылған құпия есікті табады. Құпия бөлмеге кірген кезде ерлі зайыптылар қомақты ақшаға тап болып, қойманың әлі де жұмыс істеп тұрғанын түсінеді. Сондықтан біреу бұл ақшаны ымырт жабылған кезде алуға келеді. Олар бұл жерден байлықпен кете алатынын түсінген соң, ер адамдар әрекет етуді шешеді. Ал Уокер Стейсиден Гейджді іздеуге баруын сұрайды. Алайда, жас жігітті тапқанда, қылмыскер оның қоңырауына жауап бермейтінін түсініп, не болғанын білу үшін оған жақындайды. Содан кейін Стейси Гейдждің мұның бәрін аяқтағанын біледі, және олар оның бұл қорқынышты шешімді қабылдауына кедергі жасай алмағанына қатты күйзеледі. Көп ұзамай бөлмеде Уокер пайда болады, және ер адамды тыныштандырғаннан кейін оны сыртта күтетінін айтады. Осы кезде Стейси өзінің өміріндегі ең үлкен тонауды жасамақ болған кезде қаладан қашу үшін заттарын жинап жатқан күнін есіне алады. Мәселе мынада, әйелі бұл бақытсыз өмірден шаршадым деп шешіп, ақыры оны тастап кетті. Ол бара алмайтынын айтты. Сол рухта жүре бер. Осыдан кейін Стейси Уокердің көрші бөлмеде күңкілдегенін естіп,
не болғанын тексеру үшін жүгіреді. Қарт адамның құлап қалуынан қабырғасы сынғанын көреді. Бұл жаңалық ер адамды үрейлендіреді, ал қарт оны тыныштандыруға тырысады. Сабыр етіңіз және Стейсиге жалғыз жүруін айтыңыз, өйткені бұл қашуды әлдеқайда жеңілдетеді. Алайда Стейси мұны істеуден бас тартады және оны ауруханаға апаратынын айтады. Әйтпесе Уокер алған жарақатынан аман қалмайды. Оны көндіруге тырысқанда, қарт адам оны қорқытып, ғимараттан шығып, әуежайға билет сатып алу үшін баруды бұйырады. Осылайша ол жұмысқа кірісе алады. Оның жаңа өмірі болып жатқанның бәрінен қорқып, Стейси өзінің қылмыстық әрекетімен күн көру үшін бәрін жасағанын, бірақ ешқашан басынан бастай алмағанын айтады. Сонымен қатар, ер адам өзінің таңдауы үшін өмірінің махаббатын жоғалтқанын айтады. Ал Уокер түсіндіреді. Адамдар романтикалық қарым-қатынастың мінсіз болуы үшін алдын ала белгіленген деп ойласа да, бұл үлкен иллюзиядан басқа ештеңе емес. Ақырында, қарт адам мұндай жағдайға тап болғанына қарамастан, досының кететін уақыты келгеніне сенімді екенін айтты, өйткені оның әңгімесі мұнымен бітпейді. Содан кейін Стейси ойлануға отырады және әйелімен армандаған өмірі туралы сөйлескенде, ол оған ит сыйлайтынын айтқанын айтады. Бұл олардың жаңа өмірінде жаңа серігі болу үшін сыйлық. Мұны естіген Уокер ерлі зайыптылардың бұл түсініспеушіліктен айығуға әлі де мүмкіндігі бар екенін түсіндіреді және егер олар бір-бірін қатты жақсы көретін болса, олар жай ғана қиын кезеңді бастан өткеруі мүмкін екенін айтады. Досының дұрыс айтқанын түсінген Стейси орнынан тұрып, екеуі де бұл жерден тірі шығатынын айтады. Олардың не істеуі маңызды емес. Сондықтан ер адам дәліздердің қауіпсіз екенін тексеру үшін кетіп қалады және зерттеу барысында ол торға толы аймаққа тап болады. Олардың біріне кіргенде Стейси күзетшінің денесін тауып алады. Оны мутантты ит жойып жіберген көрінеді. Сол кезде қылмыскер ер адамның белбеуінен бір топ кілттерді тауып алып, оларды алып, жан-жағына қарап, осы тіршілік иесі жойып жіберген басқа иттер туралы қалған нәрселерге сүрінеді. Стейси осы жан түршігерлік көріністі тамашалап жатқанда, мутантты ит пайда болады және оны тыныштандыра алмайтынын түсініп, қашып кетуге тырысады. Қылмыскер камераның есігін тез жауып тастайды. Бұл оған ит оны жойып жібергенше біраз қашықтыққа кетуге мүмкіндік береді. Көп ұзамай Стейси бітпейтін бөлмеге жетеді және оған жақындап келе жатқан итті көргенде, ол өзін каналға лақтырып жібереді. Нәтижесінде ол қандай да бір полигонға түседі. Мәселе мынада, құбыжық ит өз нысанасына жетуді тоқтатпайды. Сондықтан ер адам автобуста тығылып қалады. Қылмыскерді анықтауға тырысқанда, мутантты ит көліктерді айналып өте бастайды және автобустың артқы жағындағы жолды табады. Дүрбелеңге түскен Стейси көліктің төбесіне шығып, тіршілік иесінен құтылу үшін қоймадан секіре бастайды. Көп ұзамай ер адам перделердің қабырғасынан өтіп, ескі жиһаздан жасалған лабиринтке ұқсайтын қойманың басқа бөлмесіне кіреді. Стейси шығу жолын іздеп, үй-жайды тез аралап шығады. Бірақ нәтиже болмады және ол шығуға тырысу үшін ескі фортепианоға тығылуды шешті. Бұл тіршілік иесін ізінен қағып кетті. Алайда, ит адамды оңай иіскейді және бірнеше шабуылдан кейін фортепианоны сындырып, қылмыскерді иесінен тандырады. Бірнеше минуттан кейін Стейси дәл алдында мутантты итпен оянады. Ал орнынан тұрғанда ол пианиноның үйінділерінің кесірінен жануардың пианинода қалып қойғанын байқайды. Енді оның бұл жерден кетуге мүмкіндігі болған соң, ер адам кете бастады. Бірақ сол кезде ол иттің жылап жатқанын түсінді. Жануарды бұл күйде қалдырудан бас тартқан Стейси оны босатуға шешім қабылдады және оны бірнеше минут бақылағаннан кейін мутант ит оқиға орнынан кетіп қалды. Бұл көзқарас ер адамды жеңілдетеді және уақытты босқа өткізбей, жүруге көмекке мұқтаж Уокердің соңынан ереді. Өйткені оның ауруы барған сайын күшейе түседі. Олар сарайдың гаражына келгенде Стейси досына отыруға және жүруге көмектеседі. Ол табылған кілттерді тексеру үшін қараусыз қалған фургонға барады. Көлікті ашқаннан кейін ер адам кету үшін қарт адаммен кездеседі. Бірақ дәл осы сәтте ерлі зайыптылар мутантты иттің иесінен басқа ешкім емес қойма меңгерушісінің кенеттен пайда болуына таңғалады. Стейсидің қолындағы ақшасы бар сөмкені білген бойда ер адам қылмыскерді атуға бел буады. Бұл қылмыскерлер және батылдық танытқан Уокер досын қорғау үшін денесін пайдаланады. Осының арқасында қарт адам оқтан көз жұмады және ең жақын досынан айырылғанына үрейленсе де, Стейси қашуға бел буады. Ер адам қоймадан тез жүгіріп өтіп, шығудың жолын іздейді. Сонымен бірге бастықтың оқынан жалтаруға тырысады. Ол жерден шығуға болатын басқа есіктің жоқ екенін байқаған Стейси темір тіректерге көтерілуге бел буып, қираған көліктердің біріне қарай қауіпті секіріс жасайды. Сәтсіз қонғаннан кейін, ер адам қойманың арғы бетіне жүгіріп өтіп, ол жерде арнайы жасалған қайықтың астына тығылады. Мәселе мынада, гангстер нысанасының қай жерде екенін анықтай алады және қайықтардың әрқайсысына оқ жаудырады. Алайда, ол оларды алған кезде, зұлым адам Стейсидің ол жерде жасырынбайтынын түсінеді және оны жою үшін жүгіреді. Ол баспалдақпен, шарасыздықпен көтеріліп бара жатқанда нысанасын атып тастайды. Ол шығудың жолын таба алмайтынын білсе де, ер адам жүгіруді жалғастырып, жоғарғы қабатқа жетіп, бірнеше сағат бұрын Уокер алып, тесікті тапқан бөлмеге кірді. Стейсидің енді қашып құтылу жолы жоқ және оны бір жолы аяқтау үшін мылтығын суырып алған гангстер бұрышқа тығып алды. Осыған қарамастан, ер адам қорықпай, бірінші қабаттағы суға тікелей қонып,
жоғарғы қабаттан секірді. Ақша салынған сөмкенің толығымен су астында қалғанын түсінген Стейси бұл жерден жүзіп кетуді ұйғарады және бірнеше секундтан кейін ол су бетіне шығады. Мәселе мынада, ол әлі де қойманың сыртына шықпаған және одан шығудың жолын іздеп, дәліздерді кезіп жүр. Бірнеше минуттан кейін Стейси ит аренасында болады және ол бұрылып бара жатқанда оны атып жатқан гангстер таңқалдырады. Осының арқасында Стейси жан түршігерлік азаппен жерге құлап түседі. Ал зұлым адам оны аяқтау үшін жақындап келеді. Алайда, ол мұны істей алмай тұрып, гангстер оған қарай бет алған мутантты иттің пайда болуына таңғалады. Өз мүмкіндігін пайдалануға тырысқанда, бастық итті атуға тырысады. Бірақ жануар тезірек шығып, оның мойнына қатты тістеп, оған секіреді. Үрейленіп, қорқақ гангстер мылтығын бірнеше рет атып, ақыры итті қағып кетеді. Бірақ бұл шабуылды тоқтатпайды және адам мутантты жануардың тістерінен өледі. Төбелесте иттің жараланғанын байқаған Стейси оның жанына жорғалап барады да, бейшара жануар аман-есен қашып кету үшін оның жақсы бала екенін айтып, басынан сипай бастайды. Жануардың өмірінің соңғы сәттерін бақылап отырғанда, Стейси күш-қуатын жоғалтып, есінен танып қалады. Біраз уақыттан кейін осы аймақтағы жағажайда Стейсидің әйелі үнсіз көкжиекті бақылап отыр, ал артына қараса, күйеуінің оған итпен келе жатқанын көргенде қатты қуанады. Ер адам саяхат кезінде тауып алған итпен бірдей. Сонымен, бұл фильм туралы не ойлайсыз? Оны төмендегі түсініктемелерде қалдырыңыз. Ал егер сізге видео ұнаса, лайк басып, жазылыңыз. Сондықтан жаңа фильм шоуларын жіберіп алмаңыз. Келесі кездескенше.